Тұрғындардың қаржылық сауаттылығы, ел тұрақтылығы мен әл-ауқатының кепілі. Осы маңызды сұрақтарды зерттей келе, біз 10 негізгі тақырып, 10 сабақты анықтадық. Күнделікті өмірімізде төлемдерді жүргізу және ақшаны өзге қалаларға аудару қажеттілігі туындап тұрады. Ол үшін қандай мүмкіндіктер бар және кредиттік карточкаларды қолданудағы қауіпсіздік тұрғысы жайлы не білуіміз керек? Айша базарда сауда жасайды. Косметика мен іш киім. Өз облыс орталығында тұрады. Ал тауарды Алматыдағы көтерме саудагерлерден айына 1-2 рет сатып алады. Тапсырысты телефон арқылы береді. Тауарды ол сауда жасайтын базарға алдын ала төлем бойынша жеткізіп береді. Айша ақшаны автобус арқылы беріп жіберетін, оған 1000 теңге төлейтін. Осылайша ол ақша діттеген жерге жетпей қалғанға дейін ақшаны 1 жылға жуық уақыт бойы жіберіп тұрды. Айша ақша беріп жіберген жүргізушіні тауып алғанымен, ештеңеге қол жеткізе алған жоқ. Орын алған жайтқа қатты ренжулі Айша төлем жүргізудің басқа да жолдарын қарастырды. Сөйтсе, ақшаны көтерме саудагердің банктегі шотына аудару арқылы жіберуге болады екен. Есептесе, сәл қымбаттырақ шыққанымен, қаржысынан айырылып қалудан қауіптенбейді және ұйқысы да тыныш болады. Нақты банктық қызметтер бойынша таңдау жасаймыз. Төлем карточкаларын пайдаланған кездегі қауіпсіздік ережелері. Әр төлем карточкасына банк жеке қолжетімділік кодын пин-код береді. Кодты алғаннан кейін оны есіңізде сақтаңыз. Пин-код сіздің әмияныңыздың кілті. Бұл ақпаратқа сақ болыңыз. Егер сіз өз карточкаңыздан ірі көлемде ақша шешіп алғыңыз келсе, ішінде қауіпсіздік қызметкерлері бар, бейне бақылау жүйесі орнатылған, банк бөлімшесінде орналасқан банкоматты таңдаңыз. Пластикалық карточка иелері банктың жыл сайын сіздің карталық шотыңыздан карточкаға қызмет көрсеткен үшін белгілі бір сома ұстап қалатынын білуі тиіс. Егер сіз карталық шотты SMS ақпараттандыру қызметін қосқан болсаңыз, онда әр SMS үшін сіздің шотыңыздан белгілі бір сома ұсталатын болады. Төлем картасы қандай болады? Карта егерінің аты жөні, карта нөмірі мен қызмет ету мерзімі көрсетіледі. Барлық қаржылық операцияларда сәттілік тілейміз.